Құрманғазы Сағырбайұлы 1818 жылы Бөкеев ордасында кедей Сағырбайдың отбасында дүниеге келген. Кіші жүздегі Байұлы руының Қызылқұрт тармағының тумасы. Ол жастайынан домбыра тартты. Баланың музыкаға деген алғашқы сүйіспеншілігін әкесінің ризашылығын тудырған жоқ. Жарқын мінезі және ерік-жігері мол Құрманғазының анасы Алқа керісінше баласының музыкаға деген сүйіспеншілігімен бөлісіп, оны қолдады. 6 жасында қатты кедейліктің қысымымен Құрманғазы шопандарға берілді. Құрманғазының өзінің туған ауылынан күйшіге баруды құлшыныспен тыңдады. Олардың арасында жас Құрманғазыға музыкаға деген ерекше қызығушылықты байқап, оның болашағын болжаған ұзақ күйші ерекше болды. 18 жасында Құрманғазы өзінің туған ауылынан кетіп, қаңғыбас күйшінің өмірін бастайды. Ол Байжұма, Балмайсан, Байбақты, Есжан және Шеркеше сияқты танымал домбырашылармен бірге оқып, шеберліктерін шыңдай түседі. Құрманғазы ұзақпен бірге жарыстарға қатысады және көрнекті домбырашылармен қатарына көтеріледі. 1889 жылы Астрахан қаласында қайтыс болады.